Мәулен Көпбаев, Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясын тәмамдаған кәсіби суретші. Қиялына қанат біткен дарынды өрен өнерімен өмірін тығыз байланыстырады. Өнер менің өмірімнің мәні деуге болады жалпы. Бір мұзартты шың сияқты өмірмен әр беріп тұратын осы өнер. Сонымен рағаттанам, сонымен өмір сүрем деуге болады. Бейтаныс кейіпкеріміз Бердібек Соқпақбаев пен ақын Мұқағали Мақатаев туған өлкенің тумасы. Таланттылар туған өлкеден дарындылар шығатыны хақ. Кейіпкерімізге сурет өнері қаннан берілген қасиет екен. Менің әкем өз қолөнерге өте жақын адам болған, үй шаруаларында өзі ісмер, шебер адам болған. Анам да өнерден құралақан адам емес, актрисалық, әншілік қабілеттері өте мықты болды. Ата-бабаларым да десем болады, жалпы қаннан берілген нәрсе ол. Одан кейін тынымсыз еңбектің арқасы сол. Кәсіби деңгейде оқып, фундаментальный дейді ғой, іргетасым мықты болған шығар мүмкін. Соның арқасында мен қарқындап келе жатырмын. Кейде баяулаған кездерім болды. Бірақ осы 7-8 жыл мен ешкімнің пікірін тыңдамай өз қойған мақсатым ұмтылып келе жатырмын. Қылғаламды жанына серік еткен өнерпаз 7 жылдан бері 4000-нан астам туынды салған. Олардың көбі портрет екен. Алаш арыстарын екінші рет бейнелеуге тура келген. Алғашқы жинақтың сұраушылары көбейген соң халық қолына беріпті. Ал Димаш Құдайбергеновтың суретін жақында бастаған. Классик суретшілерді жақсы көремін. Реалистік бағытта, шынайы, бір табиғатқа жан дүниесі жақын адамдарды өте қатты ұнатамын. Сондықтан еліктеп те жүрмін кейде солардан азды көпті нәрселер алуға тырысамын өзіме. Әрине барлық бағыттарды түсінуге болады, әрине. Бірақ өзіме осы шынайы бағыт, реалистік бағыт өзіме қатты жақын, әсіресе портрет жанры дейді бізде. Сол портрет жанры өзіме қолайлы, ыңғайлы, содан рахат аламын. Халықаралық көрмелерде бірнеше суреттері бой көрсеткен. Бірақ әуелі өз жерімізде, өз халқымның көңілінен шықсам, қоғамға бірер еңбегімді сіңірсем дейді. Алдымен біраз өзіміздің қоғамға еңбегіміз сіңіріп барып, мен де шетелге шығуды армандаймын. Жалпы жұмыстарым халықаралық көрмелерге де қатысқан. Түркия президент қорында көптеген мықты республикалық болсын жарыстарға, көрмелерге қатыстым. Кез келген өнерпаз бағасын халық береді, ал ел ықыласына бөлену үшін шоқ жұлдыз іспетті маңайыңа жарық шашуың керек.